Сәлем оқушылар. Бүгін біз ОТО-ның 3-ші вариантын математикалық сауаттылықтан қарастыратын боламыз. Егер сендерге курс жайлы ақпарат қызықты болса, осы жерде көрсетілген номерге немесе дайректке өтсеңдер болады. Ал кеттік. Математикалық сауаттылық. Ермектің бақшасында алма және өрік ағаштары бар. Ол осы жылы 320 килограмм алма, 250 килограмм өрік жинады дейді, Алма мен өріктің нарықтағы 1 килограммдық бағасы, демек алма бірінші айтылып тұр, алманың бағасы 500. Өрік екінші айтылып тұр, значит, өрік 600 теңге екен 1 килограммы. Енді 320 килограмм алма жинаған болса, значит, оны 500-ге көбейтеміз. Ал 250 килограмм өрік жинаған болса, оны 600-ге көбейтеді екенбіз. Сонда бізде мына жерде 160 мың шығады, ал мына жерде бізде 150 мың шығады екен. Егер осы екеуін қосатын болса, біздің жауабымыз 310 мың болады екен. Ол деген біздің Б жауабымыз болады. Келесі есепті қарастырайық. Екінші есеп. Мектеп салуға арналған алаңды 3 бульдозер 5 сағатта тазалайды. Еңбек өнімділігі бірдей осындай 5 бульдозер осы алаңды қанша уақытта тазалайды? Балалар, осы есепке менде әрқашан қолданатын бір ғана формула бар. Сол формуланы еңбек өнімділігі болған кезде қолданамыз. Жазып алайық. Ол мынандай: жұмысшы. Ол жұмысшы, адам болуы мүмкін. Бригада деп келеді, немесе бульдозер деп келеді, немесе даже осы жұмыс өнімділігі иногда сиыр деп те келеді. Мысалы, сиыр осынша шөп жейді 2 күнде деген сияқты, ол да бір жұмыс атқарып жатыр. Сондықтан еңбек өнімділігі, жұмыс өнімділігі болған кезде біз формуланы қолданамыз былай: жұмысшы, жұмыс, қанша жұмыс жасайды, бөлінген уақыт деген пропорцияны қолданады екенбіз. Қаны көрсетейін сендерге, қалай болатын. Біріншісі, 3 бульдозер 5 сағатта дейді. Мектеп салуға. Кейде біздің қандай жұмыс жасайтынымыз, мысалы 5 мектеп, 10 мектеп деп берілмейді, әшейін мектеп деп беріледі. Сол кезде қанша жұмыс екені айтылмаған кезде біз всегда 1 деп ала салады екенбіз. Себебі бір бүтін жұмысты жасап жатырмыз. Жұмысшының орнында бұл жерде бульдозер тұр. Значит, бізде 3 бульдозер тире, стрелочка қоя салайық. Жұмыс қанша? 1 жұмыс. Уақыт қанша? 5 сағатта жасайды екен. Келесі, оны біз пропорция арқылы шығаратынымыз 5 бульдозер. То есть біз 3 бульдозер емес, енді 5 бульдозерді. Осы 1 жұмысты қанша уақытта дейді, значит, мына жерде X болады екен. Арғарай, көбелек әдісімен шығаруды, бабочкамен шығаруды білеміз ғой, мынаны мынаған көбейтеміз, ал мынаны мынаған көбейте саламыз. Осылай пропорциямен шығарамыз. Мына 3 көбейту 1 бөлінген X болады, тең 5 көбейту 1 бөлінген 5 болады. Мынамен қысқарып кетеді. Сонда бізде 3 бөлінген X тең 1-ге болады. Бұны шығаратын болсақ, X тең 3 шығады екен. Демек, 5 бульдозер осы жұмысқа кіріссе, олар 3 сағатта жасап тастайды екен. Жауабы болады. Осы формуланы ұмытпаймыз. Енді келесі. Қыркүйек айының алғашқы 8 тәулігінің орташа температурасын табыңыз дейді. Осы тәуліктердің ауаның орташа температурасының медианасы дейді. Орташа температурасының медианасы десе, бұл жерде орташа температура дегенмен біз қателесіп қалуымыз мүмкін, барлығын қосып 8-ге бөліп дегенде. Жоқ, медиана дегеніміз ол центрде тұрған сан. Бірінші очередь медиананы табу үшін біз өсу ретімен жазуымыз керек екен. жазып алайық. Бұл жерде ең кіші мән қанша болып тұр? 15 болып тұр деп көріп тұрмын. 15 болып тұр. Сосын 15-тен кейін бізде 18 болып тұр. 2-18-ді көріп тұрмын. Қысқарып тастаймыз, чтобы бізге түсінікті болу үшін. Келесі сан 19 екенін көріп тұрмын. Келесі 21 екен. 22 міні 2 рет кездескен, соны жазып аламын. Содан кейін 25. Болды. Бізде 8 сан шықты ма? 8 сан шықты. Енді бізде 8 сан болатын болса, оның медианасын қалай табамыз? 8-ді 2-ге бөлеміз. Ол 4. 4-ші сан бізде центральды сан болмайды. Бізге центрдегі сан керек қой, 4-ші сан центрде болмағандықтан, міне себебі сол жағында 3 сан, оң жағында 4 сан болып қалды. Демек, біз ортасындағы 2 санды алып, бір-біріне қосып 2-ге бөледі екенбіз. Ол бізде 20-ға тең болады екен. Жауабы бізде Б болып шығады.
Келесі төртінші сұрақты қарастырамыз. Бір ойын сүйегін 2 рет лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы 7 шығу ықтималдылығы дейді. Бірінші біз 7 қанша уақытта шығатын, қанша екі ойын сүйегін қарастырғанда екі жауаптың қосындысы 7 қанша рет шығатынын анықтап аламыз. Ол былай. Бізде қандай варианттар бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген вариант бар, екі жерде де. Демек, бірінші сүйекшеде 1 деген вариант шығады, екінші сүйекшеде 6 деген вариант шығады. Келесі, наоборот, 6-да 1 шығуы мүмкін, Келесі, 2-ні алайық, 2-де 5 шығуы мүмкін, 5-те 2 наоборот шығуы мүмкін. Келесі, 2-ден кейін 3 болады, 3-пен 4 шығуы мүмкін, 4-пен 3 шығуы мүмкін. Ары қарай мен уже 4-терді алып қойдым. Демек, менде барлығы қанша вариант шықты? Менде 6 вариант шықты, 7 қосындысы 7 болатын 6 нұсқа шықты менде. Ал барлығы 2 рет лақтыратын болсам, барлығы менде қанша нұсқа? Барлығы менде 6 көбейту 6, 36 болады екен. 36 нұсқа болады екен. Демек, біздің ықтималдылығымыз 6 бөлінген 36 қысқартамыз, ол 1 бөлінген 6 деген жауап шығады екен. Келесі ары қарай ең оңай тәсілі осы болады. 5-ші есепті қарастырамыз. Ауданы 36 метр квадратқа тең болатын тік төртбұрыштың ені 4 метр дейді. Демек, оның формуласын жазатын болсақ, бізде S тең A көбейту B тең болып тұр 36-ға. Бұл жерде B тең 4-ке дейді. Демек, B 4-ке тең болса, A көбейту 4 тең 36. Бұл төртбұрыштың ұзындығы бізде 9 метрге тең болып тұр. Ары қарай оқимыз. Қандайда бір шаршының қабырғасы осы тік төртбұрыштың ұзындығына тең дейді. Демек, біз уже басқа фигура аламыз. Ол бізде не болып тұр? Шаршы болып тұр. Ол бізде А болып тұр, Осы шаршының ауданы табыңыз дейді. Шаршының ауданы А квадратты береді екен. Ол 9-дың квадраты. Бізде 81 метр квадрат деген жауап шығады екен. Бұл Д жауабы. Келесі есепті шығарамыз. Футбол ойынына 8 команда қатысып, бір-бірімен бір ойыннан ойын өткізді дейді. Неше ойын болатынын анықтаңыз дейді. Осы есепте көптеген оқушылар спираль формуласын қолдану керек екенін біледі, бірақ бұл есептің шарты өзгеріп кетуі мүмкін екенін кейде білмей жатады. Соны мен сендерге толыққанды түсіндіріп өтейін. Спираль формуласы қалай көрсетіледі? n-1 бөлінген 2, n-нің орнында бізде 8 команда болып тұр. Әрине, осы формуланы қолданайық. 8 минус 1 бөлінген 2, қысқарып 4 болады, 4 көбейту 7 бізге 28-ді береді екен. Демек, 8 команда бір-бірімен бір реттен ойнап шықса, 28 ойын болады екен. Енді шарт өзгерді дегенді түсіндірейін, Шарт өзгерді, кейбір кезде болады, 8 команда бір-бірімен 2 рет ойнаса ше деген. Ол кезде спираль формуласы бізде n-1 деп өзгеріп кетеді екен. Себебі астындағы 2 болмай қалады. Соны біз есімізде сақтап жүрейік, балалар. Бір формула дәптерлеріне түртіп жазып алыңдар. Келесі есепті қарастырамыз. 6-шы сұрақ. Өте оңай сұрақтардың бірі. Диас бір тәуліктегі менің бүгінгі күнім деген диаграмманы толтырған. Диастың бір тәулікте неше пайызы мектептегі оқуға жұмсайтын анықтаңыз дейді. Тәулікте біз қанша сағат бар екенін білеміз? 24 сағат бар екенін білеміз, 24 сағат ол барлығы болғандықтан бізде ол қанша пайызды алады? 100% алады деп жазамыз. Енді мектептегі оқу ол қанша сағат алады екен? 6 сағат. Демек 6 сағат бізде қанша пайыз екенін сұрап тұр. Гуманитарлық оқушыларға оңай болу үшін осындай бабочкамен шығара салайық, 24-ті көбейтеміз x-қа, 6-ны көбейтеміз 100-ге деп шығара салайық. Сонда x тең 6 көбейту 100 бөлінген 24 болады екен. Қысқартсақ 4 болады, демек жауабы 25% шығады екен. Жауабы 25% ол мектептегі оқуға жұмсайды екен. Күнінің 25%-ын мектепке жұмсайды екен. Жақсы оқитын бала екен, Енді 2026 жылғы маусым ұбытыда келген есепті қарастырамыз. 8-ші есеп. Мариям тақтаға осындай заңдылықпен 20 сан жазып шықты дейді. Осы сандардың қосындысын табыңыз дейді. 20 сан жазып шықты десе, біз бұл жердегі заңдылықты көріп алайық. Қандай заңдылық болып тұр? 1, 2, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4 деген сандар қайталанып жатыр, иә. Демек бізде өсу ретімен кетіп жатыр. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, кейін 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты, иә. Солай жалғастырып жазамыз және 20 сан болғанша жазамыз. Себебі 20 ғана сан жазған, иә. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі, бұл жерде қанша сан болғанын түртіп жазып алайық. Мына жерде бізде 6, 10, 15 сан болды уже. Демек 20 сан болу үшін тағы да 5 сан жетпейді. Бірақ заңдылық бойынша бізде қандай сандар жазылу керек? 1, 2, 3, 4, 5, 6 жазылу керек, иә. 6 жазылу керек. Бірақ біз 6-ны алмаймыз. Неге? Себебі бізге 20 сан керек болып тұр. Демек мына жерде n 20 сан шықты. Осылардың қосындысы нешеге тең болады екен? Қосындысы оңай жолмен табатын болсақ, бұл жерде 1 неше рет кездесіп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет кездесіп тұр, иә. Қосу 2 неше рет кездесіп тұр? 2 бізде 5 рет кездесіп тұр. Келесі 3 бізде неше рет кездесіп тұр? 3 бізде 4 рет кездесіп тұр. Келесі 4 неше рет кездесіп тұр? 3 рет кездесіп тұр. Келесі 5 ше? 5 2 рет кездесіп тұр деп осыларды қосып алады екенбіз. Сонда бізде 6 қосу 10, қосу 12, қосу 12, қосу 10 деген жауап шығады екен. Сонда бізде 24, 30, 40, 50 деген жауап біздің жауабымыз болады екен. Осы есепті жазып жаттап аламыз. Егер ертең ұбт-да келіп жатса, оңай шығара алатындай. Ары қарай шығарамыз. 9-шы есеп. Алсер дүкенінде қазан айында iPhone 16 625 мың теңге болды. Осы проценттерден қателеспейікші балалар. Проценттерде кез келген бастапқы сан, бастапқы жалақы, бастапқы баға ол 100% болып табылады. Сондықтан ең оңай тәсілі, я балалардың қиналмайтын тәсілі ол былай. 625 мыңды қиын жолмен шығармай, бұны 100% деп жаза салыңдар. Желтоқсан айында 15%-ке азайды десе, демек ойлаңдар, 100% 15%-ке азайса ол қанша болады? Ол 85% болады. Демек ж деп жазып қояйық, иә, желтоқсан. Ол кезде ол 85%-ке түсіп кетеді екен. Осының 85%-ін біз тауып аламыз. 85%-і бізде 531.250 деген сан шығады екен. Келесі 50 деген сан шығады екен. Келесі ары қарай тағы 10%-ға ақпан айында көтеріледі екен. Енді ойланыңдар, жаңағы біздің жазған санымыз, естеріңде болсын, 531.250, это уже баға, ол 100% болады. То есть бұрынғы желтоқсан айы, басқа ай бізге қызық емес. Бізде қазір қолымызда тұрған 531.250 деген, бұл 100% болып кетеді екен. Себебі бұл біздің бағамыз, біз бұрынғы бағаны айтып отырмаймыз. Ал ақпан айындағы баға бізде қанша болады? 110% болады екен. Сонда ақпан айындағы баға бізде нешеге тең болады? 531.250-ді 110-ға көбейтеді екен біз. Сонда бізде 584.375 деген сан шығады екен. 574.385 бұл біздің соңғы бағамыз. Ал біздің сұрағымыз қазан айымен салыстырғанда. Қазан айында бізде қанша еді? 625 мың еді. 625 мыңнан 584.375-ті азайтамыз. Сонда біздің айырмашылығымыз сол уақыттан бергі, я октябрьден бергі біздің бағамыздың айырмашылығы 40.625 болады екен. Болды балалар, осындай есептелсе қателеспей шығарамыз. Соңғы есеп өте осындай шатастыратын есеп деп айтсам болады. Сондықтан мән беріп шығарамыз. Себебі екі жауабы да болады. ұбт-дағы ең математикадан қателестіретін нәрсе, оқушылар случайно шығарып қойған есеп, мысалы, я шатасса, солай шығарады-ау деп вариантты беріп қояды. Және де дұрыс вариантты беріп қояды. Сондықтан біз өте внимательно болуымыз керек. Бұл жерде біз қорапты көріп тұрмыз. Қораптың мына бетіндегі крышкасын жапқан нәрсені біз көзіміздің алдында елестетуіміз керек. Міне ұзындығы, міне А бізде 25 сантиметр болып тұр. Келесі, егер қорапты жабатын болса, оның ені қаншаға тең болып тұр? Оның ені 16 сантиметрге тең болып тұр. 16 сантиметр. Бізге қорап табанының ауданын табыңыз дейді.
Қорап табанның ауданы дегеніміз не? Қорап табаны мынау жоғарғы бөлігі мен табаны екеуі параллель болғандықтан олар бір-біріне тең. Мына 7 сантиметрмен біз оны шатастырып алмаймыз. Және де жеке-жеке ауданын тауып отырмаймыз. Себебі біз білеміз, қорапты жапқан кезде бір-бірінің үстіне мінгесіп кетеді, иә? Сондықтан біз ол жердегі ауданды 25-ті 16-ға көбейтіп отырып ақ оңай табады екенбіз. Сонда S тең 25 көбейту 16 деген есеппен шығады екен. 25-ті 16-ға көбейтетін болсақ, бізде қазір айтамын қанша шығатынын. 400 деген сан шығады екен. 400 сантиметр квадрат шығады. Осындай есептерді қателеспей шығарғыларың келсе, менің парақшама тіркеліңдер. Және де курс бойынша менің дайрегіме немесе осы видеода көрсетілген номерге хабарлассаңдар болады.